Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге орынай бүгінгі пиццамыз пепперони. Видеоны соңына дейін қарап, маған лүпіл басып, комментарий жазып кетіңіздер. Ендеше кеттік. Өте тез дайындалатын қамыр. Жылы суымызға секерді және тұзымызды қосып, ситадан өткізілген ұнымыздың үстіне құямыз. Және де бір қасық ашытқыны салып, бір қасық зәйтүн майын құямыз. Достар, зәйтүн майын басқа майлармен ауыстырмаймыз. Барлығын біріктіріп, қамырымызды илейміз. Бұл қамыр барлық пиццаның түрлеріне жарайды. Өте жұмсақ, жұқа болып шығатын қамыр. Қамырдың бетін жауып 30-40 минут демалтамыз. Уақыты өткеннен кейін екіге теңдей бөліп аламыз да үстіне зәйтүн майын құйып, барлық жеріне тигенге дейін осылай жағып шығамыз. Қамырдың бетін жауып 10 минутқа демалтамыз. Осы орайда достар, пешімізді ең үлкен градуста қыздырып қоямыз. Және енді қамырымызды осылай қолмен жайып шығамыз. Дайын болған пицца соусын үстіне жағып шығамыз. Бұл пицца соусының рецептісі менің YouTube каналымда бар, қарасаңыздар болады. Үстіне үккіштен өткізілген сырымызды біркелкі етіп сеуіп шығамыз. Пиццамыз пепперони болғандықтан шұжықтарымызды өте жұқа қылып кесіп, осылай бетіне орналастырып шығамыз. 5-7 минутқа пешке салып, болғаннан кейін осындай өзінің арнайы пышағымен кесеміз. Өте дәмді, сыры созылмалы, қамыры деген енді жұп-жұқа болып шығады. Достар, менімен бірге жасап көріңіздер. Егер видео рецепт ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, менің каналыма тіркеліп қойыңыздар.